Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бірінші сыныптың ана тілі сабағы 74-ші сабақ. Бірінші жаттығудан 3-ші жаттығуға дейін бірге қарастырайық. Сабақтың тақырыбы заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығуда бізде тыңдалым берілген, QR кодтан өлеңді тыңдауымызға болады. Тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа дейді. Өлеңді тыңда. Тау дейді. Ендеше тау туралы не білеміз? Сонда өлең мазмұны не болуы мүмкін? Жаңағы жеріміздегі таулар туралы болуы мүмкін, да? Таулардың пайдасы туралы болуы мүмкін деп біздер болжам жасауымызға болады. Тау өлеңінің авторы Құдайберген Қазыбекұлы екен. Өлеңді мұқият тыңдайық. Ертіп атам тауға барды, таудан жатқан көрдім қарды. Таудың іші қалың орман, аң мен құсқа пана болған. Таза ауа, мөлдір бұлақ, тастан тасқа аққан құлап. Тауда орман, тал мен қайың, қызығасың көрген сайын. Тауға барып көрдің бе деп сұрайды. Яғни тауға кейбіреуіміз бармауымызда, кейбіреуіміз барғанда шығармызда. Ендеше оның табиғатын көз алдарыңызға елестетіңіздер, барған болсаңыздар. Мына өлеңмен сәйкес келіп жатыр ма? Таудың ерекшелігі туралы айтқан екен. Өлеңде тау қалай суреттелген? Таудың ерекшеліктерін айтқанда, бұл жерде таудың жаңағы әдемілігін, бұлақтың ағып жатқанын, мөлдір суын айтқан екен. Тауда нелер бар дейді? Тауда орман бар дедік, қайың, тал бар дедік та. Олардың жаңағы табиғаты өте әдемі, әрі таза. Тауда жаңағы демалуға болады. Адамдар көбіне таудың басына демалуға барады. Сол жерде түрлі ойындар ойнап, жанұялармен демалысты ұйымдастырады. Ендеше өлеңді қайталап оқимыз. Өлеңді бірнеше қайтар мәнерлеп айтуға тырысамыз. Және таудың ерекшелігі, таудың сәнді әрі әдемі екендігін есімізде сақтайтын боламыз. Келесі екінші жаттығу орын ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз дейді. Заттың атын білдіретін сөздер мен қимылын білдіретін сөздерді тап дейді. Тау іші әдемі. Бұл жерде орын ауысқан сөздерден сөйлем құрадық. Тау іші әдемі. Тау іші заттың атын білдіріп тұрған сөз бұл жерде тауда. Бұлақтар сылдырлап ағады. Бұлақтар не істейді? Сылдырап ағады. Бұл жерде қимыл сылдырап ағады. Нелер ағады? Бұлақтар. Зат есім. Бұл жерде заттың атын білдіріп тұрған сөз бұлақтар екен. Таудың ауасы таза болады. Ауасы бұл жерде таудың ненің және болады қимылды білдіріп тұрған сөздер екен. Ауасы дегенде жаңағы заттың атын білдіріп тұрған сөзге жатады. Ауасы несі деген сұрақ қойылады. Ауа не? Сонымен заттың атын білдіретін сөздер мен қимылын білдіретін сөздерді айтып шықтық. Келесі жаттығу бізде үшінші жаттығуда айтылым екен. Суреттер мен сөздерді сәйкестендіріп айт дейді. Қандай суреттер көріп тұрмыз? Бұлбұл, арыстан, бүркіт, қасқыр. Арыстан не істейді? Ақырады. Бұлбұл не істейді? Сайрайды. Бүркіт не істейді? Шаңқылдайды. Қасқыр не істейді? Ұлиды. Басын аспанға көтеріп, аузын ашып тұрып ұлиды екен. Ендеше әрбір құс пен жануардың қандай дыбыстар шығаратындығын айттық. Сол сөздерді бір-бірімен сәйкестендірдік. Яғни сурет пен сөздерді сәйкестендірдік. Осы меңзерлер арқылы олардың не істейтіндігін қарап алуымызға болады. Келесі номер 2 жұмыс дәптерінде бізде зеңгір және желек деген сөздерді көркем жазамыз. Екінші жаттығуды осы дәптерге апарып жазатын боламыз. Және мынадай тапсырма тұр. Өлең жолдарын көшіріп жаз, қимылды білдіретін сөздердің қай сөзбен байланысып тұрғанын көрсет дейді. Мына өлең жолдарын көшіреміз. Дала гүлге бөленді, қуанышқа кенелді. Бұл жерде қимылды білдіріп тұрған сөз бөленді, кенелді. Не бөленді? Дала бөленді, қуанышқа кенелді. Неге кенелді? Қуанышқа кенелді. Ендеше заттың қимылын білдіріп тұрған сөз
бөленді ол даламен байланысып тұр, кенелді ол қуанышқамен байланысып тұр екен. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда тапсырмаларды орындау түсінікті әрі сіздерге нақты болатын болса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.